Мама, папаға пранк істейді. Не пранк? Мына сорлы көл дарияға батпасын қазір. Мама, сіз жалғастыра беріңізші. Сен қаға? Мен қазір шығып келейін. Мим, не істеп отырсың? Су ішесің ба? Балаңның істеп жүргені ғой? Тазик, сабының дайында. Ой, сорлы, шыжың! Ей, жай. Ой, ұяттағы! Ей, жай. Ой, мына. Ой. Ой, мал! Жаны бар адам құсап шықсай, праңдың атасына айуан. Не болды? Айлығың қашан түседі? Осы айдың соңында түседі. Айлық түссе, біраз жерден киім көріп қойдым. Сосын баламызға да киім көріп қойдым. Двойкілер ғой. Сосын памперс ақ қоямыз. Иә. Алдыңға да финал қыламыз. Так, сосын... Болды, қойшы. Ұйықташы. Жарайды. Кім бірінші сөйлейді? Сол Ишак. Мен Ишак. Сосын менің туған күнім келе жатыр. Туған күн. Туған күніме мен косметика керек, косметика. Кім бірінші сөйлейді? Сол 50.000 теңге береді. Алло. 50.000 теңге берсін маған. Мен ғой звондаған. Ой. Құршей. Не дейді мынау? Алло, отағасы. Не болды, сразу айт. Мамам қарызға ақша сұрап жатыр. Қанша? 200.000 теңге. Ей, дауысың естілмейді. Алло. Мына жазуыңды көре алмай отырмын, көзім нашарлап қапты мен. Давай. Чынтыма бірдеңе. Ақша жоқ кезде. Мамама дейді ғой. Жүрейін сол енеме ақша береді. Қалай сені? Сәлем көрдік, амансыз ба? Міне, 200.000 теңге мына жерде. Өңшеңге 2.000 қара екен, Бопты, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Осы папа қызық болып кетті да, негізі мен сүндеттелген кезде ше, жиналған ақшаға не істедіңіздер? Көлік абалдық қой үйге. Семеркіні. Пайдасы тиіпті да. Тиді ғой пайдаң. Мен сүндеттелген кездегі ақшаға не істедіңіздер? Сен сүндеттелген кезде үйге мебель алдық. Люстра алдық. Өзіңе велик алып бердік қой. Ма екеуі болмаса үйдің сәні кірмей дегенде я? Екеуі деме. Екеуініңкі десей. Ош, мен саған күліп қойдым. Неман мен сүндеттелген кездегі ақшаға не алдыңыздар? Сен сүндеттелмедің ғой, сен айтпақшы. Ұмытып кетіппіз ғой. Зоры әкесінің аузы мұнан ешім естімесін? Как раз сен сүндеттеп кредит жауып алайық онда. Ей, жақсы! Мен шақырайын. Уже ма? Сүндеттейтін адамды. Ештеңе де керек жоқ. Керек жоқ десе? Мен өзім сүндеттеліп қойғам. Қанша ақша жиналды? Сонда 100 теңге түскен. Не істедің ғой? Гигстриттен гигабайт аламын деп отырмын. Қой? Актив, Теле2, Билайн бәрі бар. Пуй! Сүндеттейтін тағы бір бала керек болды ғонда. Қатын. Кема арқамды көріппіш. Кеше баняда күйіп қапты. Бір тышқан көтін көріп жара бопты деген сияқты. Көп сөйлемеші. Көрсей келіп, арыңдамай. Ойбай, мынау. Немен күйдіргесіңдер, Күйген ғой, сонсын ғой, жаным шығып жүрген. Терісі түсіп қойған ғой, кәдім арқаның. Тышқанның көді деп отырсың ғой сен, айбын. Мына бала әлі ұйықтап жатыр ма? Ей! Көрдің ба, әжіптілер. Мазба бірдеңе жағы көрек енді. Жақсы, мазба бірдеңе жақшы сон. Не болды? Мына балаң нақұрыс болып қалған ба?
Арқамнан сақ бала салды ғой. Ай, бай. Ай. Соның бәрі балаңның арқасы ғой, балаңның арқасы ғой. Арқам-ай. Арқалаған арқам-ай. Еркем-ай дейтін өлең емес пе негізі? Арқалаған арқамды. Арқалатсам бекен-ай. Тұз себе салайық енді. Ай, бай. Қамшын әкпеп, қамшын. Қазір осамыз. Сүт қос. Папа? Не ғой, залға бара жатырмын. Ақша бересіз бе? Берейін. Қанша? Білмеймін ғой. Залға төлейтінің бар. Киім анау алатын шығарсың. 100 мыңдай ма аударып жіберетін жарай ма? Болды, қазір аударып қойсылайшы. Рахмет. Бара ғой. Мынадан кейін күніге залға барамын ғой мен. Молодец. Залға баратырмын дегеннен енді сонша ақша аударасың ба? Тыныш отшы ей. Компьютер ойнайын деп отыр ма бала? Залға барам, спортпен айналсам деп отқан жоқ па? Жүдә. Барсын, жетісіп қапсыңдар. Ештеңе алмайды. Жаңалықтарым басталып кеткен шығар. Ей, Не қылып сен ей? Не қылды? не болып жатыр ей? Мынау отыр ғой әлі. Залға барам деп ғой сен. Дұрыс қой. Залда отырмын ғой. Сонда сен мені жегіп жібере салдың сонда? Қазір қолға шығасың. Жайша? Қолға шығып не қылын. Мына қолды көресің қазір.